Ассалаумалейкум баршаға. Бүгін бізде ВАЗ-2115 автокөлігі. Бұл көлік бізге оталмай келіп тұр. Алдымен қазір не қараймыз? Соны қазір көрсетіп жіберейін. Ең алдымен біз көліктің зажиганиясын ашып тексереміз. Яғни насос қосыла ма, қосылмай ма, чек жана ма, жанбай ма деген сияқты. Ең бірінші бұл көлік маған келген кезде оталмай келді, сосын оталдырдым. Оталдырғаннан кейін сәл артқа беріп қараған кезде көлік өшіп қалды. Яғни бізде көліктің оталмауына бір немесе бірнеше себеп болуы мүмкін. Ең бірінші себеп бізде қараймыз. Мына жерде өздері ашқан екен көліктің егесі. 3-4 күн алыстық дейді. Жақсы қараймыз. Бұл жерде бізде мінекей предохранитель және релелер бар. Бұл предохранитель неге жауап береді? Реле не жауап береді? Бұл 3 реле, соның 3 предохранителі. Біріншісі бізде главный реле дейді, көліктің оталына әсер ететін, яғни барлық датчиктерге питание береді. Екіншісі вентилятордікі, үшіншісі бізде бензонасостікі. Біріншісін компьютер қосады, үшеуінде компьютер қосады негізде, Бірақ та ең алдымен осы жерлерден бірінші питание қарау керек. Яғни предохранительде плюс бар ма, жоқ па қарау керек. Мен бірінші бұл жерден қараған кезде бізде бұл жерде питание болған жоқ. Қазір плюс питание бар. Яғни мен бірінші себепті анықтап, оны былайша айтқанда устранить еттім. Бірінші себеп бізде бұл жерде питание болған жоқ. Оның себебі бізде аккумуляторда плюсында бір провод бар. Сол провод бізде үзіліп қалған болды. Оны орнына жалғап, плюс келді орнына, көлігіміз оталды. Бір 5 метр жүрді, содан кейін өшіп қалды. Енді оталмауына себеп уже басқа нәрсе. Бірінші себепті біз жаңағыдай істеп қойдық, бірінші себебін. Енді екінші себеп бар. Ол қандай себеп? Енді ары қарай тексеретін боламыз. Ол үшін қазір мен көліктің жаңағыдай искрасын, форсункасын тексермеймін. Бірден осы жерден тексерем. Неге? Себебі маған осы жерден ыңғайлы тексеру. Мысалы, білмейтін адамдар болса, бірінші ол искрасын тексереді, зажиганиясын тексереді, тағы да нәрселерін тексереді. Бірінші қараймыз, бізде насос істеп тұр ма, істеп тұрған жоқ па? Мына насостың релесі. Қазір бізде плюс шығу керек кілтті ашқан кезде. Кілтті ашамыз, плюс шықты. Насосын істеп тұр, 3 секундтай бізде жаңа насос тыңылдап істеді. Енді қарайық. Оталмайтын мысалы. Қазір қараймыз, стартыда бұраймыз қазір. Сосын айтпақшы, кеше келген кезде маған зажигание ашқан кезде бізде чек жанған жоқ көлікте. Яғни зажигание ашқан кезде чек жану керек қой. Чек жанған жоқ. Бұл не деген белгі? Бұл компьютерден қосылмай тұрған деген белгісі. Яғни жаңа айтып тұрған бізде плюс болмағандықтан. Ол аккумулятордан келетін плюс. Оны жалғаннан кейін чек жанды. Бұл чектің жанған себебі бізде не деген сөз? Көліктің компьютері қосулы тұр деген сөз. Түсінікті ме? Көліктің компьютері қосулы тұр деген сөз. Қазір мен мына жерден предохранитель алып тастасам, бізде чек уже жанбау керек. Қазір мен бәрін алып тастап көрейін, сіздерге көрсетейін. Плюс жоқ қой бізде, плюс жоқ деп елестетсек. Бізде міне чек жанбайды уже. Түсініпсіз бе? Кері орнына саламыз барлықтарын. Жігіттер, қалайсыздар? Қазір мен Instagram желісіндемін, сондықтан Instagram желісіне тіркеліп кетіңіздер. Сол жерде мен жұмыстарымды салатын боламын. Барша рахмет. Чек жанды бізде. Стартер бұраймыз. Бізде қазір кілтті сәл сөндіріп, чек өшкен күту керек. Так, чек қазір сөнді, мінекей. Енді зажигание и стартер. Көлік оталмайды. Енді искра, жаңағыдай форсунканы қарамайым, бірден насосты қарайым. Бензонасосты қарайым. Бензонасостың жаңа айттық қой, 3 секунд қосылады деп. 3 секунд қосылу керек қазір бізде. Қазір кілттің сөнгенін күтейін, сәл. Чектің өшкенін күтіп жатырмын. Зажигание ашам. 1, 2, 3 секунд бензонасос қосылды. Енді стартер бұрайым.
мына бізде кілт дейтін кішкене стартерге дұрыс істемейді екен. Стартерге дұрыс істемей ме бірдеңе? Стартер бұрап жатырмын. Біздегі насосқа плюс шықпайды. Яғни насосқа тоқ келмейді деген сөз. Енді шауып барып, мен қазір бензин насосқа қарамаймын дейтін. Түсініпсіз бе? Неге себебі кілтті ашқан уақытта 3 секунд істеп тұр уже. 3 секунд өзінің қызметін атқарып істеді. Реле қосылды. Именно стартерді бұраған уақытта бізде жаңағы насосқа тоқ шықпайды. Ол не деген белгіні білдіреді? Жалпы логичный ойлап қаласақ, логикалық тұрғыдан қараған кезде кілтті ашқан кезде істейді, бірақ оталдырған кезде, стартерді айналдырған кезде істемейді бізде. Неге себеп? Енді осы жерден біз қазір не қараймыз? Осы жерден біз стартердің бензин насосының управлениясын қараймыз. Управлениясы бар. Сол управлениясын қарап жүрейін қазір. Управлениясы бізде минуспен келеді, минустан компьютермен келеді. Минус арқылы релені компьютер қосады. Жаңа 3 секунд болсын, постоянно болсын қосады. Минус арқылы. Қазір бізде плюс тұр. Ол плюс, жаңа после нагрузки плюс. Енді стартер бұраған кезде минус шығу керек, қарайық. Яғни жасы жану керек деген сөз. Жанбайды. Яғни жаңа айтқан менің логичный деген көліктің айналғанын көрмей тұр деген сөз. Компьютер көліктің айналдырғанын, яғни датчик коленвалының көрмей тұр деген сөз. Сондықтан мен қазір уақытымды жоғалтпай искра, форсунка қарамаймын, себебі искра, форсунка ол уже істемейді деген сөз. Неге? Себебі датчик коленвал бізде байланыс жоқ деген сөз. Түсінікті ме? Байланыс жоқ. Енді қараймыз қазір біз көліктің датчик коленвалы не болып жатқанын қараймыз. Оны мен қазір анықтап қойдым негізі. Датчик коленвал анықтап қойдым. Датчик коленвал бізде төменгі жақта орналасқан. Қараймыз. Міне. Көліктің иесі датчик коленвалын штекерін ауыстырған. Яғни бәрін қараған ғой. Ана релені қараған, мына штекерді ауыстырған осыдан болар деп. Сосын қараңыз, мына жерде жалғаған кезде изолент табылмаған ғой, бір 100-200 теңгенің изолентін табылмаған қасқа. Қарайық. Мына жер оралмаған. Қарасақ, мына жер оралмаған. Және де мына жерден қарасақ. Қазір қарайық. Мына жерде негізі 2 провод. Датчик коленвал 2 проводтан тұрады. Үшінші провод бар, үшінші провод. Олма 2 проводтың жан-жағын қосатын провод экран деген сөз. Яғни үйдегі нелер бар ғой, телевизордың антенналары бар ғой. Соның сыртында мынандай не жүреді? Көріп тұрсыз, жасыл, ақ, және де сыртында тағы да бір бөлек провод бар. Ол экран дейді, экран. Экран дегеніміз бізде мына 2 проводта импульс шыққан кезде жаңағыдай помеха болмау үшін осындай 2 проводтың қаптаған несі. Өйткені қазір фокус алмай тұр негізі. Фокус алмай тұр. Мына көрініп тұр ғой, ақ пен жасылдың сыртын қапталған осындай тағы бір ақсым бар. Сол бізде мына датчик коленвалдың проводы сол ақсымға тиіп тұр ғой, бүйтіп. Ақсымға тиіп тұр. Сол үшін көлік оталмайды. Түсініпсіз бе? Көлік оталмайды. Көлік оталмайды дегенде датчик коленвалы уже жұмыс істемейді ол дейтін. Себебі мынада постоянно минус тұрады, мына сыртында ақта. Сыртындағы оралған мына проводта. Постоянно минус тұрады. Сол бізде былай тиіп тұрғандықтан минусқа датчик коленвалы жұмыс істемейді. Енді қараймыз. Қазір мен мынаны алып тастайын, былай қарай қойып қояйын. Бөлек тимейтін етіп қазір кейін орайым өзім. Изолентаға ақша жетпеген ғой. Изолент таса проблеманың барлығы кететін еді негізі. Қазір датчик коленвалын қостым. Бізде питание айтпақшы, мына главный релеге питание болмадық дедік қой бірінші. Ол мына проводтан келеді. Осы провод үзіліп, мына жақта жатыр ғой. Жақтан бөлек жатыр. Енді бірталай қиналған көрініп тұр енді. 2-3 күн қараған, жігіттермен қарадық дейді. Датчик коленвалын кері орнына қостым. Проводтарын жаңа дұрыстап қойдым. Енді қазір көлікті оталдырып көреміз. Зажигание ашам. Көлігіміз оталды. Түсінікті ме? Осылай көлікті ВАЗ автокөліктерін тексеруге болады. Міне қараймыз. Бензонасос. Плюс постоянно келіп тұр. Яғни насосқа жұмыс істеп тұр деген сөз.
түсінікті ма? Бензинсыз қазір жұмыс істеп тұр деңіз. Енді қазір көлікті өшіремін. Қазір контрольканы ажыратып тастадым әзірге, тығылдамас үшін. Енді насосты қараймыз қазір. Стартер кезінде бөлек істеу керек тағы да. Қазір мынау қосып қойғандықтан жанып тұр қазір. Істеп тұрғандықтан жанып тұрған жоқ, қосып қойғандықтан жанып тұр. Зажигание ашам. 3 секунд істейді. 3 секунд істейді. Өшті. Енді қараймыз. Мана стартер кезінде плюс келген жоқ. Енді стартер кезінде датчик коленвалын айналған көргендіктен компьютер уже мына қосып жібереді релені. Стартер бұрайым. Менде ана кілті дейтін бір түрде ыңғайсыз болып тұр. Бір ашқаннан кейін мінекей. Стартер кезінде бірден көрді, бірден плюс берді, жаңағыдай көлікті оталдырып жіберді. Түсінікті ғой, Сондықтан бұл дейтін сондай нәрсе білген, қазақтар айтады ғой, білім инемен құдық қазғандай дейді. Қиын болғандықпен, бірақ та білгенде 5 минуттық шаруа мынау дейді маған. 5 минуттық шаруа. Кеше нан таптым, оталдырдым, қойып қойын десем, жаңа өшіп қалды. Ладно, кеше дейтін күн батып кетті уже. Сосын бүгін таңертең жалғастырып қарап жатқаным. Қарайым, бензин что-то қосылмайды стартер кезінде. Неге қосылмайды? Управлениесі қарайым. Яғни компьютерден релеге қосатын жаңа проводы бізде тоже жоқ. Сосын датчик коленвалын қарасам, датчик коленвалын жаңағыдай бізде өтірік орап қойған, бір-біріне тиіп тұр. Сондықтан қазір ана жерде дұрыстап орап, көліктің иесіне хабарласып, көлікті дайын екенін айтатын боламыз. Солай жігіттер, осылай тексеруге болады. Мен жаңағыдай көліктің искрасын, болмаса жаңағыдай форсункасын ешқайсы тексерген жоқпын. Бірден реле ашық тұр ма, сол релені тексере салдым. Сол реле арқылы мен датчик коленвалының істемей тұрғанын анықтаған болатынмын. Жігіттер, осылай баршаға рахмет. Айтпақшы жігіттер, қазір мен дейтін Instagram желісінен қазір жұмыс істеп жатырмын. Instagramға қазір тіркеліп, сол жерде мен қазір өзімнің стористарымды, жұмыстарымды салатын болам. Сондықтан Instagram желісіне де тіркеліп кетіңіздер.